14 жасқа толған балаларға арналған. Сарбаздар өмірінен сыр шертетін әскери патриоттық сарбаздар хабары өз жалғасын табуда. Бүгін біз әдеттегідей 55-47 ұлттық ұлан әскери бөлімдеміз. Біздің 7 қатысушымыз сақадай сай дайын. Олай болса, бүгін оларды қандай тапсырма күтіп тұр және қандай сынақтардан сүрінбей өту керек, бірге тамашалайық. Құрметті телекөрермендер, дәл қазір менің жанымда 55-47 әскери бөлімнің аға лейтенанты Жасұлан Аймағамбет мырза тұр. Жәке, қош көрдік. Қош көрдік. Өзіңіз білетін жігіттер, 7 қатысушы. Жалпы 7 қатысушының арасында бүгін қандай сынақ өзара жүретін болады және оларды қандай сын сағаттар күтуде? Бүгінгі сынақ біздің жігіттердің арасында өтетін жарыс, өзара эстафета. Ең бірінші қаруымыз партада норматив нөмір 5 бойынша бөлшектенген күйде тұрады. Жігіттер кезек-кезегімен жақындайды, партаға келеді. Норматив нөмір 4 орындайды. Значит, бұл дегеніміз қаруды толық емес бөлшектеуден кейін қайттан жинау тәртібі. Жинап, қаруды алып, белгіленген қашықтықта жерді жорғалап өтіп, қайтар жолда бері қарай жүгіріп қайтуы тиіс. Яғни бізде мына жартылай бөлшектеніп тұрған қаруды жинайды, жермен жорғалап барады және жүгіріп қайтып келіп, қайтар норматив нөмір 5-ті орындап, шашып тастау керек. Қаруды бөлшектеу керек. Белгіленген уақыт аралығында бұл жүйеге асу керек және соған байланысты ұпай сандары белгіленетін болады. Дәл солай. Құрметті әскери қызметшілер, жігіттер, бүгінгі орындайтын сайысымыз ең бірінші бастапқы қару партаның үстінде бөлшектеніп тұратын болады. Норматив нөмір 5 қаруды толық емес бөлшектеуден кейін қайттан жинастыру тәртібін орындайсыңдар. Қаруды қолға ұстап, белгіленген қашықтықта жерді жорғалап өтесіңдер. Жерді жорғалау барысында ескертем, қауіпсіздік шараларын сақтаймыз. Түсінікті ма? Жерде жорғалаудың өзінің әдістері бар, методика дейді, әдістеме қазақша. Жерге құлаған жағдайда қаруды бауынан ұстаймыз, дәл соңына дейін тіреп. Түсінікті ма? Қару шынтақтың үстінде тұрады. Жорғалаған кезде аяқпен бірге, қол бірге қимылдайды. Бұл жерде басты назарды аударатын, қолды алдыға қарай сермеген кезде былайынан қаттырақ лақтырмайсыңдар. Себебі шынтақтың үстінде тұрған қару өздеріне кедергі жасап, шынтақтың үстіне кетіп қала береді. Сондықтан қолды жанға емес, тек қана алдыға жорғалатасыңдар. Сонда қазір басты көп әскери қызметшілердің жасайтын басты қателіктері жорғалаған кезде қолын жанына лақтырады. Жанына лақтырғанда автомат жылжып кете береді, өздеріне кедергі тудырады. Сол үшін қалай қыласыңдар? Автоматты алдыға. Түсінікті ма? Тек қана алдыға ғана жорғалаймыз қарумен. Жанға емес, алдыға. Арнайы белгіленген қашықтықта жорғалап өткеннен кейін кері жолда жүгіріп қайтамыз, қайтадан келеміз. Келіп партаның үстінде, үстелдің үстінде норматив 4-ті орындаймыз. Қаруды толық емес бөлшектеу. Уақыт көрсеткіштері ең жоғары деген 5 алу үшін 1 минут, 4 деген бағалау үшін 1 минут 10 секунд, қанағаттанарлық деген бағалау үшін 3 алу үшін 1 минут 20 секунд. Құрметті көрермендер, олайса бірінші сайысымызға біздің жігіттер сақадай сай дайын тұр. Дәл қазір арнайы норматив бойынша жігіттеріміз сынға түсетін болады. Кімнің асығы алшысынан түседі, бірге көреміз. Қатардағы Жақсыбай бастап қалыпқа. Норматив орында кіріс.
Жақсыбай, 1 минут 3 секунд. Не қателіктерің бар? Жоғалаңызда қаруды көрсеткеніңізде дұрыс ұстаңыз. Алдыға қолын сермеген жоқсың. Қарудың барлығы алдыға өзіне кедергі жасап ұшып жатыр. Өзіне кедергі. Бұны далалық жағдайда орындайтын болса, мүлде қиындық табады. Қатты қиын болады. Түсінікті ма? Сұрағым бар ма? Қатарда Сұлтанбек бастап қалыпты. Нормативті орындауға кіріс. Соңына ең жат. Ашылып кетті. Пружина так. Қатарда Сұлтанбек. 1 минут 8 секунд. Бірінші қателік қаруды жинастыру тәртібінде дұрыс қайтарма серіппесін дұрыс орнатқан жоқсың. Сондықтан оңғы қорабының қақпаға сенде ашылып кетеді, өзіңе кедергі жасады. Өзіңе деген сенімділік аз кішкене дірілдейсің. Еш жерде жорғалаған кезде қатарда Жақсыбай айтқан секілді қолдан жандырған секілді. Тек қана алдыға ғана сенбеу керек. Түсінікті ма? Қателіктерің белгілі ғой өзіңе. Қатарда Сухан бастап қалыпты. Нормативті орындауға кіріс. Дұрыс салынған жоқ. Қатарда Сухан. 1 минут 7 секунд. Нормативті орындау барысында қателіктер. Қаруды жорғалау кезінде дұрыс ұстаған жоқсың. Қару жерде сүйретіліп барады. Ертең далалық жағдайда орындайтын болсаң, осында жағдайда сен қаруың атпай қалуы да мүмкін. Бұл қару сенің сенімді серіктесің болғанмен, қаруды ұқыпты қолдану керек. Түсінікті ма? Қателік түсінікті ма саған? Сұрақ бар ма? Қатарда Ұзақ. Мен бастап қойып Нормативті орындауға кіріс.
Қатарда Узаков 1 минут 18 секунд қателік бірінші деталін жерге түсіп кетті. Қалды жинау кезде кішкене сасқалақтау бар. Және жерде жоқ болды. Қателікті түсінікті ғой. Қатарда Сұлтан. Бастап қақпадың бас. Рахметтің да кіріс. Ең үздік көрсеткіш қатарда Сұлтан 48 секунд. Сенде сондай қателіктер бар. Жорғалауды басында жақсы бастадың, ортасына ары қарай қолың шаршап қалды ма, ары қарай қаруды лақтыра бастадың. Ма? Қателіктер түсінікті бар. Қатарда Нұриддин бастап қақпадың бас. Оны сапат. Норматты орында кіріс. Асықпа, дірілдеме. Жоқ, наоборот. Дұрыс емес. Нұриддин, уақыт 1 минут 39 секунд. Бекітпен жақтан дұрыс сала алмай қалдым. Сенің уақытың осы тақ болды. Қалғандарын, жақсы орындарын. Қателік, түсінікті ма саған? Өз бағыммен келісесің бе? Қатарда Ордабек бастап қопқа. Дайынбыз ба? Норматты орында кіріс. Жалғастырар ғой. Көрші сенің уақытың 1 минут болды.
Битер алға. Қатардағы Ордабек 1 минут 39 секунд. Біздің қатысушылар бірінші сайысты орындап шықты. Енді оның ішінде бірі үздік орындап жатса, бірі өкінішке орай қалыс қалып жатты. Жалпы барлық қателіктің барлығы кімнен қандай қателік кетті, аға лейтенант Жасұлан мырза барлығын тәптіштеп түсіндіріп өтті. Жалпы жігіттердің бірінші сайыста аяқ алысы қалай отыр? Аяқ алысы жақсы деген, кейбір жігіттер жақсы деген баға көрсете білді, кейбір жігіт өте жақсы үздік баға көрсетті, және нашар деген баға да көрсеткен жігіттер бар. Бұл жерде балдық системамен, балдық әдіспен беретін болсақ, ең үздік баға көрсеткішіне қатарда Сұлтан 48 секунд, мен 6 балл бергімге отыр. Қалған жігіттер қатарда Жақсыбай, Сұлтанбек, Сухан, Ұзақ секілді өздеріне бағаларын жеткіздім. Нұриддин, Ордабек ең нашар деген төмен нәтиже көрсетті. Сонда да бұл жігіттерге 2 балдан берсем деп шешім қабылдадыңыз. Жарайды, енді ол біз әскери азаматтар болғаннан кейін білеміз. Шешім ешқашан өзгермейді, және шешім күйінде қалады. Жігіттерге екінші сайысқа сәттілік тілейміз. Екінші сайыста да жігіттердің мықтылығы сыналатын болады. Сарбас шебі осындай, біз жалғастырамыз. Біздің қатысушыларымыз бірінші сайыс қорытындысы бойынша өздеріне бұйырған тиесілі ұпайларын алды, ал біз дегенше екінші сайысқа да келіп жеттік. Екінші сайыс бойынша жігіттеріміз ептілігін, онан қалды эстафеталық тұрғыда өздерінің шымырлығын тексеретін болады. Ал сайыстың қалай жүретіндігі жайында әдеттегідей біз аға лейтенант Жасұлан мырзадан сұрап білетін боламыз. Сайыс эстафета түрінде өтеді. Басталар алдында жер таяна құлап, 5 рет отжимание жасайды. Келесі сынақ 2 рет дөңгелеп өту керек. Және қос сағаққа барып, брусияға барып яғни 3 рет жасап, кер жолға жүгіріп келу керек. Бәрекелді. Осы жігіттерімізге дәл осы сайыста сәттілік тілейміз, және дәл осы сайыста өзіне бірінші сайыста жете алмаған ұпайын жігіттер осы сайыста қайтаруға үлкен мүмкіндігі бар. Менің аса қалысына түседі екен, бірге тамыз. Қатарда Жақсыбай бастап қалып қойып. Дайынбыз ба? Бір шаг аттап, отжимание. Тұтма. Нормальды тұрмыға кіріс. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, 2, 3. Қатарда Жақсыбай 17 секунд. Қатарда Сұлтанбек бастап қалыпта. Дайынсың ба? Нормальды тұрмыға кіріс. Қатарда Сұлтанбек 15 секунд. Қатарда Сухан бастап қалыпта. Дайынсың ба? Нормальды тұрмыға кіріс.
Қатарда Сухан 16 секунд. Сапқа тұр. Қатарда Ұзақ бастап қалыпқа. Дайынбыз ба? Норматты тұрымда кіріс. Ұзақ 19 секунд. Сапқа тұр. Сұлтан бастап қалыпқа. Дайынбыз ба? Норматты тұрымда кіріс. Қатарда Сұлтан 15 секунд. Сапқа тұр. Нұриддин бастап қалыпқа. Дайынбыз ба? Норматты тұрымда кіріс. Нұриддин 17 секунд. Ордабек сапқа тұр. Бастап қалыпқа. Дайынбыз ба? Норматты тұрымда кіріс. 2, 3, 4, 5. Смех отставить, нормально стали. Ордабек 20 секунд. Сапқа тұрмыз. Жігіттер, эстафета бойынша барлығының көрсеткіштерін ең үздік, уақыт бойынша уақыттан да даже ерте келіп үздік көрсеткіш көрсете алдыңдар. Бірақ эстафета болғандықтан бұл жерде 3 түрлі жаттығу бар. Уақытқа үлгіру бір бөлек, жаттығуды дұрыс орында бір бөлек. Түсінікті ма? Бұл жерде жаттығуды жер таяна құлап отжимание дейді орысша. Соны істеген, таза істеген, маған ұнағаны бастапқы 5 адамнан қарағанда. Нұриддин мен Ордабектікі. Қалғандарынікі қос сираққа шығып, Брусияны да дұрыс істей алмадыңдар. Жерде жат отжимание да дұрыс істеген жоқ. Арт жақтарын көтеріліп, тек қана имитация дейді ғой, имитация ғана жасадыңдар. Жақсыбай 4 балл, Сұлтанбек 4 балл, Сухан 4 балл, Ұзақов 4 балл, Сұлтан 4 балл, Нұриддин и Ордабек екеуінің жақсы орындауға ынтасы үшін екеуіне 6 балдан беретін болады. Түсінікті ма? Не үшін 4 балл алып жатып деп айтқанда тағы да қателіктерімді айттым. Отжимание және Брусия дұрыс істелген жоқ. Бірінші сайыста маған аға лейтенант мырза 6 балл берді. Оған өзім көңілімнен шықты. Қалған балдарды білмеймін енді. Типа көре алмаған сияқты бір әңгімелер айтып жатыр. Сол жерден көресіздер енді уақыт барлығы жазылып тұрады ғой. Қайсы үздік істеген. Негізінде былайынан автоматты жартылай бөлшектеп жинау кезінде, жинап болғаннан кейін, уже 10 қолға ұстағаннан кейін
иықтың үстінен түсіп өкіреді, өйткені ол біздің ұрыста, соғыста басты неміз ғой. Сенің серіктесіміз деп айтады ғой. Ал екінші сайыста енді Ордабек Мұстафа мен Нұридин Арсен 6-6 балдан алды. Енді аға лейтенант мырза өзі қарап, бәрін бақылап, кемшіліктерін бәрін айтып, сөйтіп барып берді. Бүгін сайыста ондай қатты жақсы баға алдым деп айта алмаймын, бірақ бүгінгі сайыстағы балдармен келіспеймін. Өйткені біз барлығымыз эстафета кезінде бірдей жасадық, бірақ соңғы екі баланың балдарын көп беріп жүрді деп ойлаймын, өзім ойымша. Осы жарыс кезінде мен кейбір қателіктерімді мойындаймын, көрдім, өзім сол қателік бойынша алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Екінші сайыс бойынша айта кететін болсақ, екінші сайыста мен, яғни өздеріңіз көргендей, яғни Грузияға тартылу бойынша нашар көрсеткіш көрсеттім деп ойлаймын өзім. Яғни сіздерге де анық көрініп тұрған шығар. Қарсыластарым туралы айта кететін болсақ, яғни өздеріңіз көргендей Сұлтанәли Алтыпаймен жақсы көрсеткіш көрсете білді. Бұл алдыңғы қатарда келе жатқан, бастапқы кезден бері келе жатқан менің қарсыласым деп есептеймін. Қаруды шашып жүгіруде шәмәлі осалдық танып қалдым. Және эстафетада жақсы нәтиже бердім деп ойлаймын, бірақ аға лейтенанттың өзінің берген балына келсем, қанша дегенмен тәжірибесі бар маман. Бірақ енді осы жобада қалай болса да бірінші орын алға ұмтылып, бірінші орынға шығу керек. Жігіттерге сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін. Өзіме көңілім толмады болса екінші сайыста. Барлығын жақсы істеген сияқты көрінді, бірақ ұпай аз болып қалды. Білмеймін, аға лейтенант мырзаның өзінің қойған балы, онымен келсем енді, бірақ өзіме көңілім толмай тұр, сонда да аз алып қалған сияқты. Бірақ жаттығуды жақсы орындадым деп ойлаймын өзім. Қарудың ақаулығынан сәл кідіріп қалдым. Соның кесірінен аздау баға жинап қалдым. Ал екінші сайыста бәрін жақсы жасағандықтан аға лейтенант мырза сәл көтермелеп берді. Жалпы сайыс жақсы өтіп жатыр. Осы алдыңғы хабарларда да дәл осылай қарумен жасаған кезде, жұмыс жасаған кезде бекітпе жақтауынан қателескен болатын. Бүгін де дәл солай болды. Бірақ екінші сайыста қателігімді жөндедім деп ойлаймын. Балдарға бал арқылы жетіп алдым. Кіл мықтыдан бір мықтыны анықтайтын сарбаздар жобасының бүгінгі саны дәл осы жерде түйінделеді. Жалпы жігіттер екі сайыста да өздеріне лайықты өнер көрсетіп, өздеріне лайықты ұпайларын алды. Ал алдағы сайыстарда жігіттерді қандай сынақтар күтіп тұр, ол үшін біздің арнадан сарбаздар жобасын жібермей тамашалаңыздар. Аман сау болыңыздар.